Барлығыңды көргеніме қуаныштымын. Біз бүгін сабағымызды трамвайда болған оқиғадан бастаймыз. Билеттерді кондукторлар сатқан баяғы заманда бір бала аялдамалардың бірінде трамвайға кіреді. Бірден кондуктор қасына барып, 2 билетті сатып алады. Өзіне риза болып, орнына жайғасады. Бір кезде кондуктор шыдамай, балаға келіп, неге 2 билет алғанын сұрайды. Балам-ау, саған 2 билеттің не қажеті бар? Жалғыз кет бара жатсың ғой. Әлгі бала саусағымен басын ұрған күйі жауап береді. Тәте, сіз шынымен түсінбейсіз бе? Мен 1 билетті жоғалтып алсам, не істеймін? Ал енді ол жағдайға менде тағы 1 билет болады. Кондуктор таң қалып, сұрағын жаудыра түсті. Ал 2-ші билетті жоғалтып алсаң, не болады? Оның сұрағына жауабы дайын бала қалтасынан 1 қағазды шығарып алады. Ондай жағдайда менде проездной бар. Бұл күлкілі болып көрінгенімен, баланың өте жақсы дайындалғанын мойындау керек. Мен бұл оқиғаны есіме түсіргенім, алдымда өмірін толығымен тағдырға тапсырудан бас тартқан саналы балалар отыр. Тағы бірнеше кездесуден кейін барлығына дайын боласыңдар. Сонымен бастайық. Ал енді миымызға жаттығудан бастайық. Кім маған жасырылған сөзді табуға көмектеседі, бірақ сөзді айтпаймыз. Ол көбіне жануар түрінде болатын банка. Сандықша? Соған жақынырақ. Дұрыс, енді соның ішінде жиналған затты бір сөзбен қалай айтуға болады? Тиын, жинақ. Жасырылған сөзге синоним. Сіз айтқан бірінші сөзден айнымайды. Сандықша? Жинақ қор? О, жақсы сөз. Ал жинақталған ақшаның болғаны тіптен жақсы ғой, е? Әр қайсында жинақ қор болатындай амалдарға үйретейін бе? Алдын ала айтайын. Бұл сендер ойлағандай қиын емес. Онда алға. Ақша жиынтық қоры. Ақшалай қорлар жинақ болашақ шығындарға арналып кейінге қалдырылған кірістің бір бөлігі. Алдымен бүгінгі сөздің мағынасын түсінейік. Сендерде қазір жиналған ақша бар ма? Сенде не? Білмеймін, менің ақшам ұзаққа жетпейді. Ал сенің қорың бар ма? Дәл оныкі сияқты. Сендерде қор жоғына сенімдісіңдер ме? Егер барлығында ол бар десем, сенуші едіңдер ме? Ақша ауадан алынбайды ғой. Ал кім ақша туралы айтып отыр? Қазірдің өзінде біз қор жинаумен айналысып отырмыз. Білім қорын жинаумен. Дәл осы секундта ақша құртып, не болмаса оны тауып жатқан жоқпыз. Бірақ келешекте қаржыны қажеттіліктерімізге дұрыс бөліп, жалпы ақшаны қалай дұрыс пайдалануды үйреніп жатырмыз. Кез келген кәсіп иесі, дәрігер, ұшқыш, аспаз, қаржы министрі болсын, жылдар бойы жиналған білім қор арқасында кәсіби маман атанады. Адам қолымен жасалған бүкіл дүние ғасырлар бойы жинақталған білім мен технологиялар нәтижесі озық үлгісі. Жинақтау бүкіл адамзат тарихы мен эволюциясының діңгегіне айналған басты үдеріс. Оның маңызы мен жан-жақтылығын бір сөзбен сипаттау мүмкін емес. Сонымен, неге бұл термин соншалықты маңызды? Соған тоқталып кетейік. Баяғыда үңгірде тұрған адамдар қайта-қайта жасалған әрекеттің бірігуі қуаттырақ әсер беретінін байқаған. Бір жерге тамшылаған су тасты да қиып түседі. Маған кішкене көмектесіп жіберіңдерші. Жинақтау қандай қарапайым 2 элементтен тұрады. Бірінші элемент – Су тамшылайды. Белгілі бір әрекет. Я жалпылама айтқанда оны әрекет деп атасақ болады. Суға байланысты мысалға да, кәсіп иесі атануға да келеді. Екінші элемент қандай сонда? Қайталау. Дәл таптың, бар болғаны сол. Оп-оңай. Қарапайым бір нәрсені қайталай берсең, қамал да бұзарсың. Ешқандай сиқыр да керек емес. Жинақтау дегенді түсінгеннен кейін, енді оның қаржы саласындағы қолданысына назар аударайық. Сонымен,
бәрін рет-ретмен қарастырайық. Қаржылық жоспарлау мен ақшаға түзу көзқарас туралы өткенде айтылды. Енді арманыңды орындауға мүмкіндік беретін қаражатты жинау жолдарын қарастырамыз. Алдымен күнделікті істейтін тірліктерімізден бастайық. Бәріміз таңертең тісімізді жуамыз ғой, Осы мысалды негізге алайық. Бізді тіс жууға үйретуді ата-анамыз міндет санады. Сондықтан олар күнде таңертең жуыну бөлмесінің алдында тұрып алып, сендерге тіс жууды керек пе деп күмәнданған жоқ. Шешім бірден қабылданды. Не болса да баланы гигиенаға үйрету керек. Сол себепті ойланып, таңдаған шешіміңізге адал болыңыз. Яғни, бірінші кезекте жинақтау туралы шешімді бір рет және бір жола қабылдау керек. Оған саналы түрде келу керек. Ата-анамыз біз үшін тағы не істеді? Олар бізге тісті қашан тазалау керек екенін айтты. Дәлірек айтқанда, олар бізге қарапайым шарт қойды. Тұрдың ба? Тісіңді жу. Екінші мәселе, қарапайым ережелер тұжырымы. Одан кейін Анамыз тісімізді жуғанымызды тексеріп отыратын. Әрине, ереженің орындалуы бақылау. Ережеге бағыну уақыты ұзарған сайын оны орындау жеңілдей түседі. Сол арқылы жаңағы әрекет әдетке айналады. Табысты адам мен жолы болмайтын адамның айырмашылығы әдетінен көрінеді. Біреуі бос уақытын сауда үйінде ерігіп қыдыруға әдеттенсе, екіншісі әдеттегідей артылған минутын кітап оқуға арнайды. Қазір біз үлкен айырмашылықтарды көрмесек те, бір жылдан кейін біреуінде зерігуден сатып алынған қажетсіз заттардан басқа ештеңе болмайды. Ал екіншісі, сол жылы тек бос уақытын ақылымен пайдаланудың арқасында оған саяхат пен қызықты мансапқа қол жеткізуге мүмкіндік береді. Және табыс әкелетін жаңа мамандықты бағдарламалауды игере алады. Уақыт өте келе айырмашылық қатты білінеді. Әдеттегідей қиын ештеңесі жоқ. Сөзбен айту оңай, бірақ жинау үшін ақшаны қайдан аламыз? Мына сұраққа жауап берші. 3 түйір шаш көп пе? Әлде аз ба? Меніңше барлығы салыстырмалы түрде. Егер менің басымда бар болғаны 3 түйір шаш болса, өте аз деген сөз. Ал ішіп отырған көжеңнің ішінде 3 тал шаш жүзіп жүрсе, онда осыны өмірде қолданып көрейік. Мысалы, мама-папа бізге беретін күнделікті ақшаның кішкентай бөлігін кейінге қалдырсақ, мүлдем байқалмайды. Бірақ оны бос сандықшыға салсақ, мүлдем бөлек әңгіме. Мінеки соның өз арманға тосқауыл тасты жаратын тамшы. Әрі қарай кеттік. Миымызды алдау арқылы ақша жинаудың оңай жолдары. Бастарыңнан мынандай жағдай өткен шығар. Бір кезде тамақ жегің келеді. Бірақ ол үшін төсектен тұру керек, ас бөлмесіне барып, тамақты ысытып, кейін кірлеген ыдысты жуу керек екенін ойлағанда, тәбетің өзінен өзі қашып кетеді. Тиынды лақтыру оңай, бірақ оны қайта шығару қиынға түсетін ақша қорапшасы принципі деп атайық. Ал бүгінге соңғы лайфхак. Айыппұл. Бұл жинақтап қана қоймай, басқа әдеттеріңізді түзетуге, өзіңізді ынталандырудың бірегей мүмкіндігі. Мемлекет жүргізушіге жылдамдықты асырған үшін айыппұл салғанда, ол бірден 2 жерден ұтады. Бір жерден бюджет толықтырылады, екіншіден жолдар да қауіпсіз болады. Өзіңіз үшін пайдалы айыппұлдар ойлап табыңыздар. Бұл пайдалы ғана емес, сонымен қатар көңілді. Енді тәжірибеге келсек. Араларында бүгіннен кейін кім ақшаны жинай бастайды? Немесе жаңа жылдан кейін ба? Мен сендерді жай ғана тексердім. Демек, бұл санаулы шешім ғой? Бұл оңай шешім. Бәрекелді. Онда бүгінгі әдістерді өзара талқылап, шынайы өмірде оларды қалай пайдаланатындарыңды айтып берсеңдер. Уақыт кетті.
Сонымен бастаймыз. Басты қарапайым ереже. Түскен қаржыдан 10% қалдыру. Күнделікті берілетін ақшадан. Қосымша жұмыстан. Керемет шешім жарайсыңдар. Айтпақшы, көптеген мәдениеттер мен дәстүрлерде егіннің немесе кірістің 1/10 бөлігін үнемдеу әдетке айналған. Сіздер дәл осы жерде интуитивті түрде бүкіл әлемдегі даналыққа жеттіңіздер. Көп білемін деп масаттанып кетпеңдер бірақ. Ақша қорапшасы принципі бойынша не ойлағандарың бар? Бүкіл ақшаны өзіңмен алып жүрмеу. Егер сіз бірдеңе сатып алғыңыз келсе, онда ойлануға көбірек уақыт бөлу. Өте салмақты шешім. Тағы, Ақша қорын сандықшада сақтау? ақша қорапшасы принципі болғандықтан ба? Жалпы дұрыс. Бірақ сіздер банк қызметімен қолданатын жасқа жеткендеріңізді ұмытпаңыздар. Біз соны сұрайын деп едік. 18 жасқа толмағандарға банкке баруға бола ма? Сұраған екенсіңдер. Оған арнайы бір күнді арнаймыз. Жақсы. Ал кім өзіне айыппұл салуды қолға алғысы келеді? Мен өзіме әр жынды деген сөз үшін 100 теңгеден айыппұл салғым келеді. Сол кезде мен жынды көйлек аламын. Ой, 50 теңгеден баса берген дұрыс сияқты. Өзіңнің тіл байлығыңды дамыту арқылы табыс табудың керемет жолдары. Біздің бүгінгі әңгімеміздің орынды нүктесін қойылды деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Біз ақша жинаудың түрлі жолдарын қарастырдық. Бірақ ең бастысы оның неге қажет екен ұмытпаңдар. Армандай біліңдер. Қиялыңызды ойыңызда өрбете біліңіз. Сонда ғана өз әлеміңізді өзгертетін әдеттерге үйренуге үлкен ұмтылыс пайда болады. Келесі кездескенше.